Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faslun fi hamliha wa dafniha. Kelesi bölüm мәйітті тасу және де оны көму жайында болмақ. Юсанну сүннет болып есептеледі. Ли хамлиха мәйітті тасу үшін арбаату rijалин. 4 ер адамның мәйітті көтеріп жүруі сүннет екен. Ваянбағи керек болады хамлуха ол мәйітті тасу арбаина хатуатан 40 адым көтеру керек екен. Яғни 4 адам дедік. 4 адам мысалы оң жағынан бастайды. Оң жағынан 10 адым көтереді. Кейін тағы 10 адым артқа келеді. Осылай айналып көтереді. 20 адым болды. Осыдан кейін сол жағы оң жағына барады. 30 адым. Онан кейін сол жағындағы төмен жағын көтереді. Сонда 40 адым көтереді екен. Міне әрбір 40 адым көтереді. Осылайша 40 адым болады екен. Енді жаңа айтқаным сияқты осы айтқанымызды түсіндіреді. Ябдау би муқаддамиха ал-аймани аля яминихи. Енді ябдау көтеріп бастайды. Би муқаддамиха мәйіттің ал-аймани оң жағынан көтеріп бастайды. Аля яминихи оң жағы яғына сала отырып дейді мәйітті. Мәйітті оң жағына сала отырып, оң жағына көтеріп бастайды. Ваяминуха енді бұл кезде мәйіттің оң жағы мәкәна жихата ясарил хамили көтеріп жүрген адамның сол жағына тура келеді дейді. Көтеруші адамның сол жағына келеді, мәйіттің оң жағы. Неге себебі? Ойлап көріңіз, мәйітті көтерген кезде мәйіт қалай жатады? Мәйіт шалқасынан жатқызылады. Яғни мәйіттің жүзі кеудесі аспанға қарап жатады. Сол кезде ойлаңыз, мысалы сіз мәйітті оң иығыңызға көтерсеңіз, демек мәйіттің оң иығы сіздің сол жағыңызда болады екен. Мәйіттің оң иығы сіздің сол жағыңызда болады екен. Сонда кейін муаххариха мәйіттің төменгі жағына барады, әл-әймани төменгі оң жағына барады. Муаххариха әл-әймани алейхи мәйіттің төменгі жағына барады, әймани алейхи оң жағына салады дейді мәйітті. Яғни алдында 4 бұрышты нәрсе ғой енді. Алдында оң көтерді, артқа шегінді, арттағы адам алға барады. Артқа шегінді не істеді бұл адам? Мәйіттің төмен жағынан оң иығына 10 адым жүрді. Сумма муқаддамихал айсари кейін мәйіттің сол жағының алдына барады. Аля ясари сол жағына сала отырып, сумма яхтиму кейін бітіреді бил айсари алейхи сол жағына сала отырып, сол жағынан бітіреді екен. Сол жағын төменгі жағынан бітіреді екен. Яғни мәйіт 4 бұрышты болса, мәйітті салған табыт. Сонда 4 жағын айналып шыққан кезде 10-нан 40 болады екен жалпы. Яғни осы нәрсені түсіндіріп жатыр. Келесі уайустахаббул исрау биха. Мәйітті тезірек алып жүрген мұстахаб болады екен. Тезірек алып жүрген. Себебі мәйіт егер ізгі салих адам болса, ол мекеніне тезірек жету үшін. Bila xababin жүгірмеу керек дейді. Мәйітті ала салып жүгірмейді, бірақ жылдамырақ жүрісімен жүреді екен. Уахуа ал енді жаңағыдай мәйітті ала салып жүгіру ма юадди иля итрабил мәйити мәйітке зиян алып келетін нәрсе дейді. Мәйітке зиян алып келеді екен. Енді мәйітті көтермеген адамдар қай жерінде жүреді? Уәл мәшю халфаха мәйіттің арқасынан арт жағынан жүру афдалу минал мәши әмәмәхә мәйіттің алдынан жүргеннен абзал дейді. Мәйітті алдымен жібереміз, себебі мәйітке құрмет ретінде мәйіттің алдынан түспеу керек. Мәйіттің арқасынан жүрген жақсы. Бұның артықшылығы дейді. Кафадли салатил фарди парыз намаздың әлі нәпіл намазының артықшылығы сияқты дейді. Ойлаңыз, парыз бар, нәпіл бар. Әлбетте парыз намаздың дәрежесі жоғары. Тура сол сияқты мәйіттің алдынан жүргеннен гөрі артынан жүру керек. Енді байқап жатамыз, расымен де мәйіт алдымен кетеді, онан кейін барып арт жақта сол мәйітті жерлеуге бара жатқан адамдар кетіп барды, оны білесіздер. Енді сол мәйітті жерлеп жатқан кезде, алып бара жатқан кезде
дауыс көтеріп зікір айту макрух дейді. Яғни мысалы мәйітті алып бара жатыр, Аллаху акбар деп мысалы қормен айқайлау мүмкін адам жоқ, дұрыс макрух болады. Және де дауыс шығарып Құран оқу сол кезде дейді. Түрлі зікірлер айту бұл макрух болады екен. Ол сүннетте келмеген нәрсе. Мәйітті қоюдан алдын отыру бұл да макрух болады екен. Яғни мәйітке құрметсіздік болады. Енді қабір қаншалықты көлемде қазылуы керек? Қабір қаншалықты көлемде қазылуы керек? Соған келейік. Қабір қазылады нисфа қаматин. Яғни адамның ортасына дейін қазылады дейді. Бел ортасына дейін қазылады дейді. Нисфа қаматин. Адам тұрған кезде ортасы қай жер? Тура сол жерге дейін қазылады. Әу иля садр, немесе адамның тұрып тұрған кезде кеудесіне қай жерге келеді? Сол кеудесіне дейін қазылады дейді. Өте мәйіт жаңағы қабір таяз болмау керек, солай терең қазылған жақсы екен. Уәнзида, ал енді мәйітті тереңірек қазса, кәні ахсан, ол жақсы нәрсе дейді. Кәні ахсан, ол жақсы дейді. Уәюлхаду, және де қабір қазылғаннан кейін лахид жасалады. Лахид дегеніміз мынау түсіп кетпейтіндей қатты жер болса, соның бір шетінен мәйіт жататын жеке бір жер қазады. Осыны лахид деп айтады. Лахид деп айтады. Вәлә юшаққу, енді вәлә юшаққу деген нәрсені қабірді тікесінен қаза салмайды дейді. Мысалы, қарасаңыздар, кейде қабірді көп қабірлер сонда енді жерге байланысты тікесінен қазып, сонан кейін шақ дегеніміз, яғни қабірдің ішін сәл тура ортасынан ортаға жараттағы сол жерге мәйітті қояды. Вәлә юшаққу, яғни олай қазылмайды дейді. Илля фи ардин рихватин. Тек жаңағындай топырағы жұмсақ жерлерде ғана солай істеледі екен. Себебі топырақ жұмсақ жерлерде рихва, яғни жаңағы лахид жасалмайды. Себебі лахид жасалса ол топырақ түсіп кете береді. Топырақ қатты жерлерде лахид жасалады. Ал енді жұмсақ жерлерде вәлә юшаққу, яғни тігінен қазылмайды. Илля фи ардин рихватин, тек жұмсақ жерлерде ғана солай істеледі екен. Байқайсыздар, көп жерде солай жасалып жатады жерге байланысты. Енді мәйітті қалай алып кіру керек қабіріне? Мәйіт кіргізіледі min қиблати, қыбла жақтан мәйіт беріледі. Яғни бұл мұстахаб нәрсе. Сол үшін де мынау қабір мәйіттің ішіндегі құмдарын қазған кезде мынау қыбла жаққа тастау керек. Себебі мәйіт қыбла жақтан беріледі. Бұл мұстахаб, жақсы амал. Енді мәйітті қабірдің ішіне кіріп қоюшы адам не деп айтады? Бисмилла, Аллахның атымен, уә'аля миллати Расулилла саллаллаху алейхи вассалам, Алла елшісінің дінімен деп мәйітті қабірдің ішіне қояды екен. Жақсы, ары қарай мәйітті ішіне кіргізіп, одан кейін қандай шаралар жасалады? Уайваджаху илал қиблати, қыбла жаққа қаралады. Аля джанбил айман, оң жағымен қыбла қаратылады екен. Яғни оң жағы көтеріліп, қыблаға оң жағымен мәйіт жатқызылады. Ва тухаллул уқдату, және де мәйіттің жаңағы буылған жіптері шешіледі. Ортасынан, басынан, аяғынан жіппен буып қойып, сол шешіледі. Уайвасса аллабину алейхи, сол мәйіттің үстіне не істейді екен? Жоғарғы жағына батпақтан жасалған кірпіш тегістеледі екен. Уайусауа деген тізіледі аллабину. Жаңағы батпақтан, лайдан жасалған кірпіш үстіне тізіледі, алейхи мәйіттің жаңа үстіне. Қасабу, және де бұл қасап деген нәрседе қамыстар дейді, қамыс тізіледі екен. Әлбетте әр жерде әр нәрсе қойылып жатады, ең басып түсіп кетпейтін ағаш сияқты нәрселер болмауы керек. Мынау жаңағы кірпіш деп айтамыз. Кірпіш ол болмайды дейді. Кірпіш болмайды, себебі ол нетіп кетеді, жаңағыдай
кейін шіріп ол мәйіттің үстіне түсіп кетуі мүмкін. Вәл хашабу ағашта мәйітке қойма деген себебі ағашта шіріп кетеді. Бұлар қою макрух болады. Енді уайусаджа қабруха уайусаджа бір перде ұсталып тұрады. Қабруха әйел адамның қабірінің үстіне дейді. Әйел адамды жерлеп жатқан кезде қабірінің үстінен не істейді? Әурет қой адам. Әуреті көрініп қалмас үшін қабірдің үстінен бір пердемен жауып тұрады. Ла қабруху, бірақ ер адамның қабірі олай жасалмайды дейді. Ер адамның қабірі олай жасалмайды. Уайухалу турабу, кейін сол қабірдің үстіне топырақ тасталады. Шархында бір нәрсе айтады, топырақ сол қабірден шыққан топырақ қана тасталады дейді. Ал басқа жақтан бір топырақ алып беру макрух деп айтқан екен. Уайусаннамул қабру, қабір түйенің өркесі сияқты жасалады дейді. Уәла юраббау, яғни төртбұрыш болып жасалмайды, бәлки түйенің өркесі сияқты не істейді екен? Қабір солай жасалады екен. Топырақ солай тасталады. Уәла юраббау деген төртбұрыш сияқты қылып тастай салуға болмайды екен. Оны енді баршаңыз байқап біліп жүрсіздер. Және де енді қабірге мәйітті жасап қойып, қабірдің үстін жауып болғаннан кейін енді мына нәрсені жасауға болмайды деген. Уайяхрумул бинау алейхи. Сол қабірдің үстіне үй тұрғызуға болмайды дейді. Не үшін? Лиззинати, көрікті болу үшін дейді. Мысалы қарап жатасыздар, қаншалаған миллиондаған теңге шығарып, үлкен бір жаңағындай қарасаңыздар, неше түрлі мәйіттің қабірлер салынып жатады. Неше түрлі қабірлер салынып жатады. Тіпті басқа елдерден, басқа елді мекендерден тастар әкелініп, бұл нәрсе харам болып есептеледі. Бұл нәрсенің ешбір пайдасы жоқ. Уайкураху, және макрух болады, ихками ба'да дафни. Қабірге қойылғаннан кейін сол қабірі бұзылып кетпесін деп, тағы да соның үстінен бір нәрселер жасау, бұдан макрух болады деп айтқан екен. Бұл да макрух болады деп айтқан екен. Ихкам деген сол жаңағы қабірі шашылып нетіп кетпес үшін не істейді оны? Бір тағы да үй сияқты неше түрлі қымбат тастармен жасап жатады. Бұл да макрух дейді. Бірақ енді жаңағы топырақ біраз жылдан кейін не істейді? Жайылып кетеді дағы. Ана жерде қабір екендігі білмей қалуы мүмкін. Ол мақсатта бәлки шеттеріне тастармен бір қоршап қойса жақсы шығар. Ал бірақ қатты бір шығын шығып ысырапшылдыққа баруға болмайды екен. Уәла бәса, ал бірақ мына нәрсе макрух емес. Бил китабати алейхи, бір нәрсе жазып қою. Лиалла язхабал асару, ізі кетіп қалмасын деп. Яғни адамның аты өшіп қалмасын деп, адамның атын жазып қоюға, қайтқан туған жылын жазып қоюға болады дейді. Лиалла язхабал асару, ол адамның ізі жоғалып кетпес үшін дейді. Уәла юмтахану, және де адамдар мысалы кейде аты жоқ болса, немесе жермен жексен болып кетсе, уәла юмтахану деген сөз, яғни мәйіт қор болып қалмас үшін дейді. Мәйіт қор болып қалмас үшін не істейді екен? Ат жөнін жазып қойса болады екен. Ертең оның немересі, шөбересі, ертең сен Құран бағыш етіп барып деген сияқты. Ертең оның ұрпақтары осындай жерде бір атам барады, әжем барады деген сияқты еске алып отыру үшін жазып қойса зияны жоқ екен. Уайкураху дафну фил буюти. Уайкураху дафну, жерлеу макрух болады фил буюти, үйлердің ішіне дейді. Себебі лихтисасихи бил анбияи алейхимуссалату вассалам. Себебі бұл пайғамбарларға тән әдет болған үшін дейді. Яғни пайғамбарлар қай жерде қайтқан болса, сол жерге жерленеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйінің ішіне жерленген еді. Сол сияқты бір үйдің ішіне жерлеуге болмайды екен, қайтқан жеріне. Және де уайкураху дафну фил фасақи. Және де мынау да жерлеу макрух болады дейді. Фил фасақи. Фасақ дегеніміз мынандай нәрсе екен. Мысалы, шеті қоршалған, адамдар сол жерге жиылып отыратын бір жерлер болады екен. Енді әлбетте ол адамдар жиылып отыратын жер болған үшін ол жерге жасауға да, мәйітті көмуге де болмайды деп айтқан екен. Ары жалғастырайық. Уәла бәса, ешқандай бір зияны жоқ. Бидафни аксара мин вахидин фи қабрин. Бір қабірдің ішіне бірнеше адамды жерлеуге болады. Не үшін? Дарурати, зәру болған жағдайда дейді. Зәру болған жағдайда бірнеше қабірді, бірнеше мәйітті бір қабірдің ішіне жерлеуге болады екен.
Бірақ жерлеген кезде не істеледі? Әрбір екеуінің ортасына топырақ тасталады екен. Топырақпен бөліп отырады дейді, әрбір екі мәйіттің ортасын. Яғни денелері бір-біріне тиіп жатпас үшін әрбір мәйіттің ортасына бір кішкене топырақ тастап отырады. Араларын осылай бөліп отырады екен. Ал енді келесі мәселе, бір адам кеменің ішінде қайтыс болса дейді. Ал жаңағы сол теңіздің шетіне шығу баидан алыс болса дейді. Бәрі деген теңіз болмаған қара жер айтады. Қара жерге шығу алыс болса, және де сол мәйіт бұзылып кетуден қорқатын болса дейді, ғуссила жуындырылады, кебінделеді, сол жерде жаназа намазы оқылады, теңіздің ішіне тасталады деп айтқан екен. Осындай жағдай болып жатса. Енді мәйітті қай жерге жерлеген дұрыс жалпы? Мәйітті жерлеу мұстахаб болады. Сол жердегі қабірге. Адамның өзінің өлген жеріндегі қабірге жерлеген мұстахаб екен. Немесе бір жерде өлтірілген болса, сол жерде жерлеген не дейді? Мұстахаб болады деп айтқан екен. Яғни мәйітті бұрынғы кезде мәйітті бір қаладан екінші қалаға тасу қиын болған екен. Тасың десе сасып кетеді, ол кезде көлік жоқ, ұшақ жоқ деген сияқты. Сондықтан бұндай сол қайтыс болған елді мекенге жерлей салған мұстахаб деп айтқан екен. Егер қабла дафни апарса бір жерге, мәйіт бір жерге апарса, қабла дафни кейін жаңағы жерлеуден алдын бір жерге апарса, қадыра милин әу милайни, 1 миль немесе 2 миль дейді. 1 миль шамамен 1,8, яғни 2 километр шамасында. 2 километр немесе 4 километрдей бір жерге апарса, фәлә бәсәби, ода ешбір проблема жоқ бола береді дейді. Бірақ бұдан 1 миль немесе 2 мильден макрух болады тасу ли аксара минху. Мәйітті тасу макрух болады ли аксара минху. Жаңа 1 миль немесе одан да көп, 2 мильден көп жерге алып кету бұл макрух болады деп айтқан екен. Жаңа айтқанымыз сияқты бұрынғы кезде оны тасу деген нәрсе қиын еді, себебі мәйіт сасып кетеді деген сияқты. Сол үшін де бұны макрух деп айтқан екен. Күнімізде бәлки бұның үкімі өзгеріп жататын шығар. Арнайы көлікпен, арнайы салқындататын нәрсемен апара жатады. Бәлки бұның үкімі өзгеретін шығар. Оны Алла тағала жақсы біледі екен. Енді мәйітті жерленгеннен кейін мәйітті шығаруға бола ма деген сұраққа жауап береді. Мәйітті жерлегеннен кейін басқа жерге апаруға болмайды дейді. Нақыл деген басқа жерге апару деген сөз. Басқа жерге апаруға болмайды. Бір ижма, ғалымдардың бүкілінің ижма бар, келісім бар. Ғалымдар бір ауыздан келіскен. Бірақ тек қана мынандай жағдайда мәйітті сол жерден қазып басқа жерге апаруға болады. Сол мәйіт жерленген жер мағсубатан, біреудің жері болса, ұрлап алған жер болса. Біреу ұрлап алған, сол жерге мәйітті жерлеген. Иесі келді, бұл менің жерім деді. Соттасты, ол кезде сол мәйітті басқа жерге апаруға болады дейді. Немесе немесе шуфа жолымен алынған жер болса, ол кезде де егер сол иесі шағымданып жатса, бұны мәйітті алып басқа жерге тасуына болады екен. Енді шуфа деген не? Шуфа дегеніміз мынау, мысалы бір адам үйін немесе жерін сататын болса, немесе бір жаңағы егістік алқабы деп айтады, өзінің жері сататын болса, бірінші алатын адамдар болады. Мысалы көршісі, соған лайықты мысалы. Көршісіне айтпай басқа біреуге сатып берсе, кейін сол сатып алған адам немесе өзі сол жерге мәйіт жерлеген болса, бұл көрші кейін шағымданса, маған неге айтпадың, мен сатып алуым керек еді деп сотқа баратын болса,
Кейін сотаны көршісіне алып береді, көршісі сатып алады. Сөйтіп көршісі айтса, жоқ, мен бұл жерде мәйітті жатқыза алмаймын десе, мәйітті басқа жерге апарса болады екен. Ал басқа жағдайда мәйітті қабірден алуға рұқсат жоқ. Егер мәйіт жерленсе, бір қабірге жерленсе, басқа адам үшін қазылып қойған бір қабірге жерленсе, жаңағы қабірдің қазған құнын адамға төлейді дейді. Мысалы, бір адам өзінің әкесі үшін немесе өзінің бір жақын үшін қазып қойған, біреуге ақшасын төлетіп, бірақ сол қабірге басқа бір адам мәйітті жерлеген. Ол кезде сол мәйіттің иесі ана қаздырған адамға, жаңа қазып қойған адамның иесіне ақшасын төлейді екен. Енді ол мәйіт көмілгеннен кейін ол жерден мәйіт шығарылмайды дейді. Енді қабірді қай кезде ашуға болады дейді. Жаңа айтып өттік, қабірді мәйітті бір жерден бір жерге апаруға болатын екі жер бар дедік. Енді мәйіт қабірді қай кезде ашса болады дейді. Ол жерден мәйітті ешқайда апармайды, просто мәйітті жаңа қабірді ашады. Қай жерде ашса рұқсат? Қабір ашылады сол қабірдің ішіне бір заты түсіп қалған болса, деген бір заты үшін қабірді ашса болады екен. Мысалы, бір әмияны, қаншалық құнды заттары мәйітті жерлеп жатқан кезде байқалмастан сол ішіне түсіп кеткен болса, кейін сол зат үшін қабірді ашып, затын алуға болады деп айтқан екен. Және уәли кафанин мағасубин, ұрланған кебінмен кебенделген болса, кейін кебіннің иесі келіп, менің кебінім керек дейтін болса, сол қабірді ашып, соның кебінін алып берсе болады деп айтқан екен. Және мәйітпен бірге тағы да бір дүние түсіп кеткен болса, ол кезде де қабірді ашып, сол затын алса болады деп пәтуа берген екен қабылдарымыз. Қабір ашылмайды қоюмен қыбладан басқа жаққа қаратып қойған болса мәйітті, ол үшін қабір ашылмайды. Немесе мәйіт негізі оң жағымен жатқызылады, сол жағымен жатқызылған болса дағы, мына сол жағымен жатқызылыпты ғой, оң жағымен жатқызайық, немесе қыблаға қарамай қапты ғой деп қабірдің ішін қайтадан ашуға шариғатта рұқсат жоқ екен. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.